Мен айнадан өзімді көріп отырмын. Менің атым Чинара. Мен сұлумын. Енді балалар, дәл осылай қарай қояйық. Мансұр келе ғой. Кімді көріп тұрсың? Мен Мансұрмын. Мансұр неше жастасың? 4-темін, жарайсың. Жасырам, барасымын. Жарайсың. Қалатын декаттым. Мен қалатын. Жарайсың. Ерғанат екен аты. Мен досым Мансұр. Жарайсың, сенің досың. Мен Аяламын, мен шашым ұзын. Жарайсың, Аяла. Енді Мен атым Аяла. Мен Аямын. Тұтам. Жігіттің сұлтаны. Жүгітті. Мен жүгітті. Мен патшайыммын. патшайымын. Туралы еркісің. Барлығымыз танысып болса, ұйымдастырылған іс-әрекетімізге көшейік. Оған көшпестен бұрын балалар, сіздерге жұмбақ жасырайын. Мұқият тыңдаңыздар. Біреуге адам батпайды, ішіне заттар сақтайды. Ол не болды, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Енді осы сыр сандығымызды айналып тұра қояйық, келіңіздер. Аяла, сыр сандығымызды ашып көрші. Аяла, не бар екен? Сандықтың ішінде шаншалар бар. Жарайсың, сандықтың ішінде, балалар, сандықшалар бар екен. Неше сандықшалар? Ал көрейік. Асықпай аламыз, балалар. Балалар, сыр сандық сонда бізге не жасырыптыр? Ендеше, балалар, бүгінгі іс-әрекетіміз сандықтар. Оның ішінде асықтар. Кеттік, балалар. 1-2-3. Ендеше, балалар, асықтар шықты да сыр сандығымыздан. Енді асықтар неден жасалады екен? Сол жайында қысқаша мәлімет қарап алайық. Экранға назар аударамыз. Біз табиғи затпыз ба сонда? Дәл солай оңқай сақа. Асық төрт-түлік малдың тірсегінде орналасатын шымыр сүйек. Иіргенде түскен қалпына қарай асық, алша, тәйкі, бүк, шөп деп аталса, ал атуға арналған салмақтысын сақа дейді. Демек біз салмақты атуға екеуміз сақамыз ғой. Әрине, сендер нағыз сақасысыңдар. Тақырыпты түсіндіңдер ме, асықтарым? Біз енді асықтың не екенін толық білеміз. Иә. Бәрекелді, жарайсыңдар. Неше, балалар? Асық төрт түрлі пішінде түседі екен. Бүк, шек, әлші, тәйкі. Ендеше, балалар, аяла, асықтарымыз төрт түрлі формада түседі. Бүк, шек, тәйкі, әлші. Балалар, біз сіздермен сыр сандығымызда шыққандай бірнеше тапсырмалар орындап көрейік. Алдарыңызда бұл ұлттық киіз үй берілген. Соны біз түрлі түстерменен безендіруіміз керекпіз. Бірінші қобдишада қандай түс шықса, сол түсті бірінші бала бекітеді. Содан кейін екінші пішінді жабыстырады аяла. Үшінші қобдишада қандай түс шығар, сол түс бойынша Нұралы жабыстыратын болады. Нұралы бастай ғой. Бірінші қобдишамызды аша ғой. Мынаның ішін аша ғой, Нұралы. Нұралы. Тістеме, Нұралы, тістеме. Нұралы. Тістеме дейін. Кез келген қобдишаны аша ғой болмаса.
Аша қой. Қандай түс шықты? Қызыл. Енді сондай қызыл пішінге апарып жабыстыра қой. Қызыл қандай пішін ол? Нұралы? Қызыл. Қандай фигура? Үш бұрыш жарайсың Нұралы. Қобдишан қандай қой? Қандай түс шықты Аяла? Қызыл. Hadi. Енді мұнда ол қандай пішін Аяла? Төрт бұрыш жарайсың. Нұрали келе қой, Қобдишан сала қой. Барлығын солай істейсіңдер көріпсіңдер ғой да. Нұрали келе қой. Нұрали қай Қобдишаны таңдайсың? Жарайсың. Қандай түс шықты Нұрали? Жасыл. Енді мұнда қандай пішін? Жасыл ол қандай пішін? Шеңбер. Жарай. Қандай түс? Енді қандай пішін қалды бізде? Соңғы пішініміз көк. Қайсы? Нұрали көмектесе ғой. Жарайсың Нұрали. Қандай пішін ол? Көк. Түс ол. Төрт бұрыш. Төрт. Жабыстыра ғой Нұрали. Төрт бұрыш. Қандай пішін? Үш бұрыш. Қолында қандай түс Ерхан? Жасыл. Жарайсың. Ерғанат. Аша ғой. Қандай түс Ерғанат? Көк. Жарайсың. Енді сондай пішін, көк түстес пішінді таңда ғой. Жарайсың. Қандай пішін ол? Көк. Қандай түс? Мансұр? Жарайсың. Қай пішінге сай келеді? Пішінің қандай? Мансұр? Жарайсың. Тамирис қандай түс? Қызыл. Жарайсың. Енді пішіннен қандай ол? Бұрыш. Жабыстыра ғой. Енді айта ғой. Қандай пішін қалды? Шеңбер. Сен бұның қандай? Қанандай айтасың тап. Көк. Сары деп айтшы. Сары деп. Қызыл. Жарайсыңдар балалар. Керемет орындадыңдар тапсырманы. Біз қандаймыз? Керемет дейік бәріміз. Керемет. Ендеше балалар, біз ойын ойнай отырып, санамақ санап алайық. Ол үшін біздер ойынымызға келіңіздер. Шеңбермен отыра қойыңыздар. Балалар, ойынымыздың аты хан талапбай деп аталады. Бұл асықтармен ойналады. Қазір сіздерге ортаға мен асықтарды төгемін. Сол уақытта кім көп өзіне асық жинайды, сол бала жеңімпаз болады. Түсіндіңіздер ме? Мұқият қарап отырыңыздар. 1, 2, 3.
Енді балалар санамақ санап жіберейік деймін. Түсіндің ба? Сонда санамақ айтасыңдар. Бір қайсы. Ал балалар жарайсыңдар. Барлығымызда неше асықтан болды? Әпеден бұл жандарына қойып қойыңдар. Кассуда келсен дейміз балалар. Қайсы маған қарайсыз? Ендеше балалар, сіздермен санамақ санап жіберейік. Ал бастадық. Дегенім елім, далам, тауым, көлім. Жарайсыңдар. Үміт, артар, жігіт. Жарайсыңдар. Төзем дегенім. Төзім. Төзем білем өзім. Жарайсыңдар балалар. Енді асықтар биін билеп шергі алайық. Экранға назар аударып, биді қайталайық. Балалар, бейбелеп сергіп алсақ, ендеше міне кесте бойынша тақпақ жаттайық. Қараңыздар балалар, екі бала отыр, не істеп отыр? Біреу ойланып отыр, екіншісі соны не істеп отыр? Ойлап отыр, я? Енді қайталаймыз. Ойлайық та, ойнайық. Жасыл көк сарасы, жасыл көк сарасы, қолымызда көп асық. Жарайсыздар балалар, бұл бізде міне кесте болатын. Тағы да бір қайталап өтейік та, балалар. Ойнайық та, ойнайық. Қызыл көк асық. Жасыл көк асық. Қолымызда көп асық. Балалар, осы асықтар бойынша міне кесте негізінде күн сайын құрылған іс-әрекетімізден бастап қайталап отырамыз. Түсіндіңіздер ма? Жарайсыздар. Балалар, бүгін біз ұйымдастырылған іс-әрекетімізде асықтар жайында көп айттық та. Сонда не істедік, не үйрендік бүгін? Сандықтың ішінен нелер шықты бізге? Асықтар неше түрлі түсті болды да? Қандай түстерді көрдіңдер асықтан ішінен? Сосын ұлттық ойын біз қандай ойын ойнадық? Сөйтеміз ема? Қанталапай. Ұлттық ойынды ойнай отырып біз нені санадық? Санамақ.
болған іс-әрекетімізге тағы да асықтарға тоқталып өтеміз да, ол уақытта біз қазақтың ұлттық ойыны шертпекке тоқтаймыз. Шертпек дегенді қалай түсінеміз, балалар? Былай шертеміз. Қалай істеп көрейікші? Шертпек. Ойынның аты айтып тұрғандай, сонда біз асықтарды не істейді екенбіз? Шертеді екенбіз, қараңыздар. Былай шертеміз. Тағы да сол сіздер. Енді мұнда да шертпекте тағы да біз түстерге кезігеміз. Жолақты. Айтамын. Көк. Сия көк дейміз. Осы біздің шертпектің негізгі балалар жолдары болады. Келесі ұйымдасқан іс-әрекетте шертпек ойынында көріскенше балалар сау болыңыздар. Жарайсыздар. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай болды? Жақсы. Болмаса керемет.